Бүгін Тәуелсіз Қазақстан пойызы Шығыс Қазақстан облысы Ақтоғай ауылына барды. Штаб мүшелері жергілікті халықтың мәселесін тыңдап, 20-дан астам білікті дәрігер жүздеген науқасты қабылдады. Қоғамдық қабылдауға басына түскен қиындығын айтып келген азаматтардың саны 50-ден асты. Мамандар мәселенің бәрі шешімін табатынына уәде етті. Ақтоғай ауылынан Айбар Төлжанұлы. Ақжарқын ауыл халқының ақ көңілі кең пейілі бірден сезіледі. Пойыз тоқтасымен көпшілік қонақтарды шашу шашып, әндетіп қарсы алды. Аудандық әкімнен бастап ауыл өнерпаздарының барлығы осында жүр. Бұл Ақтоғайдағы жалғыз аурухана. Қазір 6 дәрігер мен 30 шақты медбике жұмыс істейді. Білікті мамандар болмағандықтан бүгін пойыздағы дәрігерлерге қаралуға келген кісілер көп болды. Таңғы сағат 7-тен бері ұзын сонар кезек. Штаб дәрігерлері кешке дейін 500-ден аса адамға көмек көрсетті. Қалқанша без аурулары болатын болса, ультрадыбысты зерттеу, қарапайым әдістердің бірі, гормондарды зерттеу деген сияқты. Бұл кісілер келеді, шағым айтады, бірақ біз емдеу барысында, ем жазып беру барысында кішкене бізге сондай қиындықтар туғызады. Қолдарында мәліметтер аз жоқ. Сол жағынан сонымен бірге көп уақыттан бері дәрігерге қаралмаған, ешқандай жаңағы талдаулар жасалмаған, сондай науқастар кездесіп жатыр. Бізге жиі осындай денсаулық пойызы келсін дегенге тілектеспіз. Врачтарға көп рахмет, біздің денсаулығымызды ойлап осы жаққа келіп, бізді қарап жатқандарына, көмектерін көрсетіп жатқандарына. Халық қалауларына ауылдың мәселесін айтамыз деп келген кісілер де аз емес. Ақтоғайдың жолдары жөнделмегелі қашан. Көшелерді жарықтандыру қарастырылмаған. Жыл сайын ауыл халқы көбейіп келе жатқандықтан жаңа балабақша мен мектеп керек. Перзентхана да жоқ. Осы сынды түйткілді мәселенің бүгін бірі қалмай айтылды. Жұмыспен қамту мәселесі туралы мынау өткен себебі көптеген азаматтар білімді қазақ университеті, политехника университетін, тау-кен байыту институтын бітіргендер осы кенттің өзінде 5-6 жігіт, солар жұмысқа алынбай жатыр. Не себептен алынбайтын білмейміз. Осы туралы көмектесулеріңізді сұраймын. Ақтоғайлықтардың көбісі темір жолда еңбек етеді. 6000-нан аса халықтың тең жартысы тұрақты жұмыспен қамтылған. Қазір ауылда 50-ге жуық шағын кәсіпкер өз бизнесін дөңгелетуде. Ал халықтың айтпағы тезірек асфальт төселіп, мектеп пен аурухана жаңарса. Тәуелсіз Қазақстан пойызы штабы мүшелерінің мақсаты да осы. Халықтың, әсіресе шалғайдағы жұртшылықтың мәселесін шешу. Айбар Төлжанұлы, Бақтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шығыс Қазақстан облысынан.